Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге дәмді, пайдалы қызылша салатын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен сәбізімізді, қызылшамызды, картопымызды суға пісіріп алып, сыртын әдемілеп, ашып тазалаймыз. Содан соң сәбізімізді кубиктап осылай тураймыз. Бізге осындай тұздалған қияр керек болады. Бұны да кубиктап майдалап тураймыз. Картопымызды да солай кубиктаймыз. Майдалау қылып турасаңыздар кубикті әдемі әрі жегенге де ыңғайлы болады. Бізге енді бір пияз керек болады. Бір пияздың сыртын ашып, тазалап жуып, бұны да майдалау кубик қылып тураймыз. Қызылшамызды да солай кубиктап тураймыз. Үстінен горох саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Үстінен кішкене ғана оливковый маслосын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Жартысын салатымыздың тарелкаға салып аламыз. Салаттың жартысына дәмдеріңізге қарай, яғни қалауларыңызға қарай тұздалған капуста, яғни ашытып тұздалған капуста осындай салып істесеңіздер де болады. Осылай жақсылап араластырып, бұны да екінші тарелкаға саламын қазір. Қызылша салатты дастарханнан мүлдем үзбеңіздер, өйткені өте пайдасы көп, қан көбейтетін салат бұл. Қараңыздар, қандай әдемі салат болды. Дәмді, өте пайдалы. Менің каналым, видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді салат түрлері бар. Міне осындай. Кіріп көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.